Эй, карантин чек. Чек. Йоу, сонымен карантин жалғасуда, бірақ далада адамдар көп. Шел 5-й, да, уже? 5-й день карантина. Жүр далада, ондай пустой емес. Көріп тұрғандарыңыздай тіршілік жүріп жатыр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Зато ұмытып қалғансың ғой машинаны қайда парковать еткенін прикинь. Прикол. Прикол. 5 күннен кейін далаға шығып тұрмын, вроде нормально, вроде. Все, кеттім. 6-шы күн. Школ аспанның жаңа дәмкасы. Ертең хит болып кетсе, мен бірінші тыңдадым деп мақтанам бәріне. Что там, братик, на торғайлар саған тыным бермей жатыр ма? Персик. Пс-пс-пс. Бар ана, ұстава. Кеттік. Өз-өзіме сене алмай тұрмын. Кір жууға баратырмын. Далаға шықпағалы біраз уақыт болған ғой, где-то бір айдай ма. Бірақ шынымен де самоизоляция деген жаман нәрсе екен, брат. Үйде жата берудің де жаман әсерлері бар екен. Сәлем, бүгін біз далаға шықтық. Мен дәл қазір кір жуайын деп жатырмын. Ең бастысы перчатка, маска. Я за безопасную стирку. Десем мрачная. Слишком, переигрывать етпеу керек, нағыз болу керек. Эй, сәлем, қалайсың? Бүгін мен кір жууға келдім. Дәл қазір бір ай карантинда жатып, далаға шықпай, өзімді бір күшті сезініп тұрмын. Тоже не то, да? И, короче, келгенсің ғой, кір жууға, я барам да кір жутсам, гагринді барам да кір салып тастайм да, машинға жутсам, сосын сушилкаға салып тастайм ба? Тоже не то, да? Маңдай. Просто таза ауаның әсері деп ойлаймын. 18 months or less than that. Yeah. Which is like, by the end of this year, maybe there will be something. But still, it's crazy. Travel. Like 1.5 years, it's like long. Карантиннің бірінші айы. Бірақ бір ай ойлаш, бір ай. Пықытау. Короче, үйде нереально ішіп кетті. Сөйтіп қасымызда, үй жағымызда паркқа шығуға шештік. Күшті, таза ауа.
орман. Білесің ба қазақша қалай белочка? Тиін. Английше белочка. Тиін. Squirrel. Адамдар бізден қашып жатыр еді. Өздерінше бүйтіп ана жолдың шетіне шығып. Жол беріп жатқан түрлері. Оля айтады ғой, жұмыстан келе жатқанда анау брайтонмен жүреді ғой. Аха. Сөйтіп келе жатсам дейді, адамдар прямо нахально напрямую келе береді маған дейді да. Аха. Жолды бүйтіп, мен қанша жол беріп жатсам да олар не істемейді. Ешкім оған жол бермейді ма? Иә, сосын аламда өтіріктен жөтелем дейді. И сразу бәрі қашады дейді. Жол беретін түрлері жоқ дейді. Мені жүргенім жоқ кімдермен, ана кореянканың балдарымен. Иә. Солармен, короче, біз тоже осындай не бір лестің ішіне кіріп кеттік. Дождливый бір бәлей деп аталама, короче. Тоже ана енді прям джунгли, да, шеше? Бүйтіп ішіне аралап жүрген, еще жаңбыр жауып отыр. Ішінде бүйтіп жүрсің да, еще бір деп андай бірақ бір соның ішінде сондай да бір жаңбыр жапырақтарға деп тиіп тұрады, бірақ үстіңе тимейді, ондай қатты су емессің. И бір андай тишина, и бір жаңағындай торғайлар, и вот такие же вот эти местности бүйтіп жүресің, бүйтіп жаңағы. Сол тоғайдың несі маған прям кәдімгі әсер етеді. Тамыры керек емес, ал ол тамырды ұстайтын мына почва жоқ. Оның бәрі не тас араласқан жер ғой әшейін. Сол үшін тез құлайды бұлар, тез не болып қалады. Мына жерін көрдің ба? Біздің талдардың, қарағаш-марағаштардың қасында мыналардың жаны жоқ. Видишь? И знаешь, как считают возраст деревьев? Вот эти вот круги, это каждый год дерево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кешіріңіз, профессор, сұрақ қойсам бола ма? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Кешірім өткен сұрақ қойсам бола ма, профессор? Ағашологиядан қандай поезсіз сіз? Красный. Короче, ешқандай ой жоқ. Карантиндамын. Қазір ана мотивационный ешқандай айтып немейді, типа мен карантинда гитара үйрендім, мен карантинда 8 кітап оқып тастадым, мен карантинда өзімді накачал деп десем өтірік болады. Шынайылық керек. Шынайылық, брат. Карантин, шмарантин, короче. Шаршатсат на карантиндарың бар, реально айтайын. 2 ай болып жатқаным үйде. Қазір енді таза ауа. Короче, қазір достарыммен кездесейін деп жатырмын. What's good? Брат, ты снимаешь? Новый персонаж, давай, брат. Я не могу, брат. Feeling good. Йоу, на пиццаны айтсай сен. Самая лучшая пицца в Нью-Йорке, Аш болсын. Самая лучшая пицца, знаешь, какую? Если бы вы знали. Продают доллар пиццы, видишь? По $1 продают. Вот эта пицца самая. Они же экономят там на всем, да? Как я не буду хавать? Why you do that? Фу! Бисмилля. Обзор на пиццу. Сейчас ноутбук. Регуляр пицца или вот так. Мне кажется, самая лучшая просто, да, пицца без ничего, да? Я не люблю это. Пока у Нурса высыхает санитайзер, мы схаваем, да, уже, брат? Білмеймін, короче, қаншасын жүгін, брат. Бірақ в натуре мына карантин жеп тастадым үйде, Карантиннің кайфы, мне кажется, жер үйде тұрып атқан адамдарға шығар, Осындай жерде жатырмын. Үйімнің қасымдағы осындай бір саябақ бар. Шынымды айтайын, бірінші айым бір вообще андай не болып етті. Бесполезно, короче, сол карантинға үйрену деп айтайықшы.
Потом уже кішкене бір осознание басталды, қой хотя бы осыған дейін мысалға істей алмай жүрген нәрселерімді істеп бастайын хотя бы деп ше. Өмірі жұмыс істеп жүрген кезде бір ойлар болатын. Блин, мынаны істеу керек еді, мынаны істеу керек еді. Өзімізге жұмыс істейік. Өз-өзімізбен жұмыс істейік, өзімізді өзгертейік, дамытайық. Сол баяғыдан бері айтылып келе жатыр ғой, мықты болсаң өзіңді жең деген сияқты тақырыптар. Әзірше қиынға соғып жатыр, бірақ тырысу керек, өзгеру керек.